Бұйыл Жетісудан шыққан еңбек ерінің бірі Зілиха Тамшыбаеваның туғанына 85 жыл. Қоғам қайраткерінің мерейтойына орай Талдықорғандағы 28-ші IT мектеп-лицейінде әдеби танымдық іс-шара өтті. Оқушылар елім деген жан ет тақырыбымен шағын кеш ұйымдастырып, кемеңгер ана есімін ұлықтады. Неменеге ат қораға кірген секілді, есікті жауып қайта кіріңіздер. Мен Оспанның әпербағандығын айтқалы келдім. Мен сізге есікті жауып қайта кіріңіз дептім. Жүр, мынаның қасында бұрынғы директормен жылап көрсеткенбіз. Ел анасы қазақтың нағыз қайсар алғыр қызы болатын. Табиғат берген ерекше қасиеті оның ұйымдастырушылық қабілеті еді. Ағайынды ауыз бірлікке, татулыққа, жастарды тірлікке шақырып жүретін. Ол бар күш-жігерін туған жерін гүлдендіруге, ауыл тұрғындарының әлеуметтік тұрмыстық жағдайын жақсартуға арнады. Қарсы айырылып, қайғыдан көкірегім, қарсы келер ажалдың өтінегім, әкем байғұс анадай қамқоршы боп жұғатпады қан көңіл жетімегім. Еңбек елге танытты есімімді. Әдеби сазы-кеш қазақ халқының мақтанышы, социалистік еңбек ері Зілиха Тамшыбаеваның 85 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Шарада қоғам қайраткерінің ерлігі насихатталып, еңбек жолы айтылды. Оқушылар арнаулар оқып, жақсылық жасауға жаны құмар Зілиха Жанболатқызының өмірінен көрініс қойды. Шарамыздың мақсаты Зілиха Тамшыбаеваның ерен еңбегімен жас ұрпақтың бойына еңбек деген, жер қадірін түсіну деген дүниелерді сіңіру. Елге танымал тұлғалардың ерліктерін, еңбектерін насихаттау мақсатында жүргізіліп жатыр. Бұл 8 бен 11 сынып оқушылары арасында жүргізіліп жатыр. Біздің сынып сағаттарында, мектептердегі тәрбие сағаттарында бұл кісінің еңбектері міндетті түрде насихатталып жүргізіліп жатыр. Жалпы әдеби шара ата-баба дәстүрі ұрпаққа аманат бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Оған қалалық ардагерлер кеңесінің мүшелері қонақ ретінде шақыртылды. Сондай-ақ кемеңгер ананың туған туыстары жиналды. Көрермен назарына оқушылар өз өнерлерін паш етті. Елдана Сәрсенбаева, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған.